Қайырлы күн баршаңызға, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Сандуғаш бүгін үй жағдайында қарапайым әдіс-тәсілдермен және қарапайым рецептпен рамен дайындайтын жолды бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ал мінекей ыдысымызға 2 бокал суымызды құйып алдық. Бұл 2 адамға арналған порция болғандықтан мен 2 түрлі осындай кеспені салып алдым. Сіздер де осындай кез келген кеспенің түрін немесе арнайы раменға арналған кеспенің түрін пайдалансаңыздар болады, және ішіндегі тұздықтарын, дәмдеуіштерін, соусын да қосып алсаңыздар болады. Егер оны қаламасаңыздар, өздеріңізге ұнаған кез келген приправаның тұздықтардың түрін пайдалансаңыздар да болады. Мінекей барлығын салып алдық. Енді бір қайнатып, осылай астын жай қойып 5 минуттай қайнататын боламыз. Осы уақыт аралығында жұмыртқамызды қайнатып аламыз. Мінекей мен сосисканы пайдаландым. Сосисканы жақсылап қуырып алатын боламыз. Сосисканы қаламасаңыз, кез келген еттің түрін пайдалансаңыздар да болады. Енді дайын болған кеспеміздің үстіне 1 ас қасық көлемінде соевый соусты құйып алдым. Мінекей араластырып, енді ыдысымызға құятын боламыз. Мінекей 2 ыдысқа теңдей бөліп құйып алатын боламын. Сорпасының өзіне қарасаңыздар, түсі де өте әдемі болып шығады. Дәмі де ерекше болып шығады. Өзіме, балаларыма өте қатты ұнады. Егер ащы болмағанын қаласаңыз, осы жолмен дайындап көрсеңіздер болады. Егер ащы етіп дайындағыларыңыз келсе, приправаның сондай ащы түрлерін пайдалансаңыздар да болады. Мінекей жұмыртқамызды кесіп, сосискамызды қойып жайғастырып алдық. Енді үстіне мінекей салат жапырақтарын да қосып алдым. Бұл міндетті емес, әркімнің өз қалауы бойынша, және бетіне қуырылған күнжеттерді сеуіп алдым. Күнжет те өзінше ерекше дәм береді екен, дәміне ерекше дәм қосады екен. Міндетті түрде күнжетті де қосуларыңызды ұсынамын. Мінекей дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.